Барымызға салауат айтуыңыз арқылы дүние мен ақыретіңіздің жағдайын шешуге болады екен. Бір сахаба келіп, я Аллахтың елшісі, мынау қызық нәрсе болып кетті. Мен дұға жасағанда көп дұға тілеймін ғой дейді өзіме. Күллісін сізге ғана тілесем не болады деген кезде, онда байыдың ғой дейді. Өйткені ол сіз өзіңізді тілемесеңізді біледі ғой Алла, сізге не керек? Бәрібір қанша тілесеңіз де сізге сүймеген нәрсесін бәрібір бермейді. Көрдіңіз бе қандай нәрсе? Сондықтан иншалла жаңағы Құранды көп оқуыңыз, салауат деген нәрселер айтылуы, ол жағдай шешіліп отыр деген сөз ол. Жағдай шешіліп отыр деген сөз. Сондықтан сондай нәрселерді пайғамбарымыз тағы қуаттау үшін айтады. Мән кана аксарахум алейя салатан. Осы үмбетімнің ішіндегі ең көп салауат тілеген адам дейді қиямет күні маған. Сол қиямет күні кана ақрабаху минни манзилатан. Ең жақын отыратындар қасымдағы мәртебеде солар болады.